Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлім. Бүгін сіздерге осындай өте нәзік, дәмді, балдай тәтті болып шығатын керемет пирогтың рецептісін ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнға тұз, қант және қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды ұнға салып, барлығын жақсылап осылай қолымызбен араластырамыз. ұн мен майымыз бір-бірімен бірігіп, осындай ұсақ түйіршіктер пайда болуы керек. Осындай ұсақ түйіршіктер пайда болғаннан кейін жұмыртқаны және бір ас қасық қаймақты салып, барлығын жақсылап алдымен қасықпенен, содан соң қасықты тазалап, қолымызбен қамырды бір-бірімен біріктіріп илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жақсы қамыр шығады. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі кішкентай болу керек, екінші бөлігі үлкен болады. Осылай қолымызбен дөңгелектеп, дөңгелек пішінге келтіріп, кішкентай бөлігін мұздатқышқа, үлкен бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Құрғақ сүзбеге жұмыртқаны және қойылтылған сүтті құямыз. Жүгері крахмалын салып, барлығын жақсылап осылай блендерменен езетін боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда ситадан өткізуге болады. Бірақ олай ұзақ уақыт алады, сол себептен блендерді қолдануға кеңес етемін. Осылайша бірнеше минуттар ішінде біздің салмамыз дайын болады. Осылай лопатканың көмегімен ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Консистенциясы осындай сұйық болады. Енді осы салмамызды шетке қарай алып, тоңазытқыштан қамырды шығарып, алдын ала пергамент қағазы төселіп дайындап қойған формамыздың ішіне қамырды осылай қолымызбен жайып шығамыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатқан болса, онда қолдарыңызды ұнға матырып алыңыздар. Сол кезде қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болады. Қамырдың шет жақтарын осылай қолымызбен көтеріп, бортиктерін шығарамыз. Біздің салмамыз ағып кетпеуі қажет. Бортиктерін содан соң осылай шанышқының көмегімен басып, қамырдың ортасында біркелкі етіп тегістеп, шанышқыменен тесіп шығамыз. Менің формамның диаметрі 24 см, оған пирогымыздың негізін орналастырдық. Енді салмасын саламыз. Бұл жерде менде кептірілген қара өрік, оны ұсақтап турап, осылай қамырымыздың ішіне орналастырамыз. Кейін жаңағы дайындап қойған сұйық салмамызды осылай бетіне біркелкі етіп орналастырып құйып шығамыз. Кептірілген қара өрікті турап салатын болсаңыздар, пирогтарыңыз нәзік болып шығады және кесілгенге ыңғайлы болады. Достар, рецептке қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Салмасын құйып болғаннан кейін мұздатқышта тұрған қамырымызды шығарып, оны осылай бейнеде көрсетілгендей етіп, қолымызбен үзіп, салмамыздың бетіне орналастырып шығамыз. Осылай қолымызбен үзіп, немесе үкіштен өткізіп салуға да болады. Пирогты 160-180 градус аралығында алдын ала қыздырылған пеште шамамен 30-35 минуттай пісіреміз. Піскеннен кейін пештен шығарып, оны толықтай суытамыз. Формадан осылай пышақтың көмегімен шеттері сынып кетпеу үшін жүріп шығамыз. Формадан босатамыз. Пирогымыз формадан өте жеңіл алынады, пергамент қағазына жабыспайды. Өзімізге ыңғайлы болатын ыдысымызға қарай ауыстырып, пергамент қағазынан босатамыз. Міне біздің пирогымыз осындай өте нәзік, әдемі болып шығады. Қазір пышақпенен кесіп, ортасын көрсететін боламын. Сондай нәзік, ерекше дәмді болып шығады. Дәмі тіл үйреді. Сіздерге де ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Пирогтың құрамындағы кептірілген қара өрік пен сүзбелі массаның бір-бірімен үйлесуі сондай керемет, өте дәмді. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Дайындаған болсаңыздар, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырып, басқа оқырмандарыма да өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал қамырының нәзік болып шыққандығы соншалық ауызға салғаннан еріп кетеді. Астарыңыз дәмді болсын. Бейнені соңына дейін қарағаныңызға алғыс білдіремін.